жерінде жетістіктерге жетіп отырдым. Бірақ ол жетістіктер маған уақытша сияқты болды. Өйткені мен ізденісте болдым. Әрбір істеген тірлігімнен адам баласына бір көмегім тисе деген ойда жүретінмін. Сол ойым дәл қазір іске асып жатыр. Қалай? Өйткені мен осы ізденісте жүргендіктен маған жаңағы жарнама арқылы адам өмірін өз қолына алып басқарып бақылауға 8 ғана жаттығудың көмегі 100%-пен кепілдікпен нәтиже беретінін естіп, сол оқудан өттім. Өзім сол жаттығуды өтіп, игеріп, одан осы жаттығудан адамдарға қандай көмек болады, қалай көмек бере аламын деп іздендім. Сөйтіп осы оқуымның жаңағы лицензиялар бар екен, 3 түрлі. Біріншісі $500, екінші $5,000. Ең мастер интеллект тренер дегені ол $3,000 екен. Как раз сол кезде мен ізденген кезде ол как раз 50% скидкамен адамдарға мүмкіндік берді. Мен сол жаңағы мастер интеллект тренер деген лицензиясын алып, бүгінгі таңда өзімнің группаларымды жинап, адамдарға өзі басқаруды, бақылауды, ойын тазалауды, сыртқы улы ақпараттан қорғануды, және өз мақсат мен ниетін белгілі бір ұлы мақсаттың көмегімен іске асыру жолдарын көрсетіп, үйретіп, жаттықтырып жүрмін. Дәл қазіргі таңда адамдар маған алғыс айтып жатыр. Аллаға шүкір. Қазір мен 2-ші, 3-ші группаларын дайындап жатырмын. Алғашқы группадан адамдар қайттан өтейін, бұл өте қажет екен деп қайттан өтіп жатыр. Күнде жаңағы жаттығудың, бір жаттығудың таңертең тұрып, групповой, коллективтік түрде Zoom платформасы арқылы жаттығамыз. Солай бір-бірімізге күш-қуат береміз. Енді бұл жаттығуды игерген адам не алады? Біріншіден энергиясы молаяды. Энергиясы молайғаннан кейін оның денсаулығы жақсы болады. Денсаулығы мен энергиясы жақсарғаннан кейін оның айналасындағы қарым-қатынастар жақсы жағына өзгеретін болады. Және қосымша жаңағы өзіңіздің ойыңызды бақылай аласыз. Сырттан келген теріс ақпараттарды қажет пе, қажет емес пе, сізге пайдасы болса ғана солмен айналысатын, соны көретін боласыздар. Енді бұл жаттығудың кереметтілігі, мынау адам пандемия кезінде көптеген адамдардың өкпесіне қақырық толып, тамақтары қырылдап шығатын жағдайға жетті ғой. Сол жаңағы жаттығуды жасаған кезде олардың жаңағы өкпелері тазарып, дауыстары жақсы шығатын жағдайға жетеді. Ол менің өзімде бар. Қазір міне кеше мысалы су ішіп қойғаным, тамағы қырылдап қапты, бірақ дауысым анық жақсы шығып тұр. Өйткені маған звондаған кезде, сол кезде адамдар айтатын, сіз ауырып тұрсыз ба? Дауысыңыз біртүрлі болып тұр. Жоқ, мен ауырып тұрған жоқпын. Өйткені пандемия кезінде 3 рет ауырдым, бірақ больницаға түскен жоқпын. Содан қалдық. Жаңағы дауысың ауру болып естіліп тұрады. Мен Аллаға шүкір, осы жаттығудың арқасында бүгінгі таңда сіздердің алдарыңызға шығып, сол өзімде болып жатқан өзгерістермен адам баласына көмек тиетін жаттығулармен бөліскім келіп отыр. Ол жаттығудың кереметтігі өте қарапайым. Әрбір адам оны біледі, бірақ ол жаттығулардың ол кісілерге не беретінін, қандай өзгеріске ие болатынын ол кісілер білмейді. Егер білетін болса, оны жаттығып айналасына бөлісер еді.